Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалғаулар, көптік және жіктік жалғаулары. Жалғаудың 4 түрі бар. Олар көптік жалғау, жіктік жалғау, тәуелдік жалғау және септік жалғау. Біз бүгін сіздермен көптік және жіктік жалғауларына тоқталатын боламыз. Көптік жалғау өзі жалғанған сөздің көп екендігін білдіреді. Көптік жалғаудың 6 түрі бар. Олар лар, мысалы, балалар, қалалар, лер, үйлер, әжелер, дар, адамдар, қаздар, дер, гүлдер, егіздер, тар, балықтар, ағаштар, тер, жемістер, көкөністер. Алдарыңызда кесте берілген. Бұл кестеде көптік жалғауларының жалғану үлгісі берілген. Мұқият қарап алыңыздар. Сөздің соңғы дыбысы дауысты дыбысқа және үнді әр, қысқа и, у дыбыстарына аяқталса, лар, лер жалғаулары жалғанады. Жуан дауысты дыбыстан кейін лар, жіңішке дауысты дыбыстан кейін лер. Мысалы, балалар, кісілер. Сөздің соңғы дыбысы ұяң, з, ж және үнді әл, әм, ән, ың дыбыстарына аяқталатын болса, дар, дер жалғаулары жалғанады. Мысалы, адамдар, көздер. Сөздің соңғы дыбысы қатаң дауыссыз дыбысқа және ұяң, б, в, г, д дыбыстарына аяқталатын болса, тар, тер жалғаулары жалғанады. Мысалы, достар, мектептер. Лексикалық мағынасы көптік ұғымды білдіретін зат есімдерге көптік жалғауы жалғанбайды. Мысалы, жаңбыр, қар, боран. Жаңбырлар, қарлар, борандар деп айтылмайды. Сонымен бірге жалқы есімдерге көптік жалғауы жалғанбайды. Мысалы, Қазақстан, Абай, Алатау. Көптік жалғауы сонымен бірге сан есіммен тіркескен сөздерге жалғанбайды. Мысалы, 5 алма. Бірінші тапсырманы орындайық. Сіздерге көптік жалғаулары берілген төменде. Көптік жалғауларын сөздерге сәйкестендіріп жалғау керек. Жеміс сөзі берілген. С қатаң дауыссыз дыбысына аяқталып отыр, сондықтан қатаңнан басталатын жалғау жалғанады. Тар, тер, оның ішінде жеміс сөзі жіңішке, сондықтан жіңішке, тер жалғауы жалғанады. Жемістер. Келесі сөз киім. Сөздің соңғы дыбысы м, дауыссыз дыбыс, оның ішінде үнді дауыссыз дыбыстарына дар, дер жалғаулар жалғанады. Киім жіңішке, сондықтан жіңішке, дер жалғауы жалғанады. Киімдер. Жылқы малының суреті беріліп отыр. Жылқы дауысты дыбысқа аяқталып отыр. Дауысты дыбысқа аяқталса, лар, лер жалғаулары жалғанады. Жылқы жуан сөз, сондықтан лар, жуан жалғауы жалғанады. Жылқылар. Келесі сөз қағаз. З, ұяң дауыссыз дыбысқа аяқталып отыр. Кестеде айтылып кеткенде ұяң дауыссыз дыбысқа аяқталса, дар, дер жалғаулар жалғанады. Сондықтан қағаз сөзі жуан болып тұр. Сондықтан дар, жуан, көптік жалғауы жалғанады. Қағаздар. Келесі терезе сөзі дауысты дыбысқа аяқталып отыр. Сондықтан лар, лер жалғауы жалғанады. Оның ішінде терезе сөзі жіңішке, сондықтан да лер, жіңішке, көптік жалғауы жалғанады. Терезелер. Келесі достар, қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталып
қатаң дауыссыз дыбыстан басталатын жалғау жалғанады. Достар. Келесі жіктік жалғауларына тоқталып өтейік. Жіктік жалғау өзі жалғанған сөзді атау септігіндегі сөзбен байланыстырады. Жіктік жалғауының бірінші, екінші, үшінші жағы сонымен бірге жекеше көпше түрі болады. Бірінші жақта мын, мін, бын, бін, пын, пын жалғаулары жалғанады, және көпше түрде мыз, міз, біз, біз, пыз, піз. Екінші жақ сың, сің, көпше түрде сыңдар, сіңдер, сыпайы түрі сыз, сіз, көпше түрде сыздар, сіздер. Үшінші жақта жіктік жалғауы жалғанбайды. Мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар, бұлар жіктеу есімдігі болып табылады. Жансыз зат атауларына жіктік жалғауын жалғамаймыз. Мысалы үшін мен орманмын, сіз ағашсыз, сен сусың деп біз айтпаймыз. Тек қана көркем әдебиеттерде, болмаса театр сахналарында қойылым қойған кезде, қоянның болмаса жапырақтың рөлін сомдаған кезде ғана ол сөздерді қолдануға болады. Ал күнделікті өмірде біз ол сөздерді қолданбаймыз. Оқушы сөзін жіктеп көрейік. Бірінші жақ мен оқушымын. Екінші жақ сен оқушысың. Сыпайы түрде сіз оқушысыз. Үшінші жақ ол оқушы. Көпше түрде біз оқушымыз. Екінші жақ сендер оқушысыңдар. Сыпайы түрде сіздер оқушысыздар. Үшінші жақ олар оқушылар. Жіктік жалғауы адамдарға байланысты сөздерге жалғанады. Мысалы, дәрігер сөзін жіктеп көрейік. Мен дәрігермін, бірінші жақ. Екінші жақ сен дәрігерсің. Сыпайы түрде сіз дәрігерсіз. Үшінші жақ ол дәрігер. Көпше түрде біз дәрігерміз. Екінші жақ сендер дәрігерсіңдер. Сыпайы түрде сіздер дәрігерсіздер. Үшінші жақ олар дәрігерлер. Екінші тапсырма орындайық. Инженер сөзін жіктеп көрейік. Мен инженермін. Сен инженерсің. Сіз инженерсіз. Ол инженер. Көпше түрде біз инженерміз. Сендер инженерсіңдер. Сіздер инженерсіздер. Олар инженерлер. Сонымен бірге ұстаз сөзін жіктейік. Бірінші жақ мен ұстазбын. Екінші жақ сен ұстазсың. Сыпайы түрде сіз ұстазсыз. Үшінші жақ ол ұстаз. Көпше түрде бірінші жақ біз ұстазбыз. Екінші жақ сендер ұстазсыңдар. Сыпайы түрде сіздер ұстазсыздар. Және үшінші жақ олар ұстаздар. Мәтінге назар аудармас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Ақ тиын, бұтақ, секіру, ұйықтау, қасқыр, құлау, жеу, жалыну. Шаттану, босату, залым, қапалы, әр уақытта, қорқақ, жауыз. Жаңа сөздермен таныстық, енді мәтінге назар аударыңыздар. Бір күні тиін бұтақтан бұтаққа секіріп жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр қарғып тұрып, оны жегісі келеді. Тиін жалынып, мені жеме, жібер дейді. Жарайды, жіберейін, бірақ сен маған айт, неліктен сендер әр уақытта шаттанып жүресіңдер, дейді қасқыр. Сонда тиін: мені жіберіңіз, содан соң айтайын, әйтпесе жүрегім дірілдеп, сөйлей алатын емеспін, дейді. Сен қасқыр залымсың.
залымдық ішінде жандырады. Сондықтан әрқашан қапалы жүресің. Біз ешкімге жауыздық істемейміз. Сол үшін әр уақытта мәз болып жүреміз депті тиын. Орындайық. Дұрыс жауабын табыңыз. Сіздердің алдарыңызда бірнеше жіктеу есімдіктері беріліп отыр. Біз, олар, сіз осы жіктеу есімдіктерін бос орынға қойып, сөйлемді толтырып жазуымыз керек. Шаттанып жүреміз. Бірінші жақта көпше түрде айтылған. Біз шаттанып жүреміз. Екінші сөйлем. Сөйлей алатын емеспін. Есімдіктері мен, сен, ол. Мен сөйлей алатын емеспін. Бірінші жақта жекеше түрде айтылған. Құрметті достар, мен бүгін сіздерді жалғаулар тақырыбымен таныстырып өттім. Оның ішінде көптік жалғау және жіктік жалғаулармен таныстырдым. Өздеріңіз жіктік жалғауына байланысты бірнеше сөздерді жіктеп үйреніңіздер. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңыздар.